әдебиет айтынына қош келдіңдер. Біз сіздермен өткен сабақта Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесін өткен болатынбыз. Яғни оның бірнеше бөлімдерін өтіп, біз бүгін соңғы бөлімі қайтуға асыққан олға келіп тұрмыз. Ол бөлім атауы ұрпақ тәрбиесі деп аталады. Қазақ халқында ұрпақтың тәрбиесіне ерекше мән берген, ата мен әженің тәрбиесінде болған талай ғұламаларды білеміз. Мысалы, Ыбырай Алтынсаринның атасы Балғожа би, Мұхтар Әуезовтің әжесі Дінасыл, Абайдың әжесі Зере, Шоқанның әжесі Айғанымдар. Қазақта тек қана ұлы тұлғаларға әже болған жоқ, елдің әжесі, елдің атасы бола білген тұлғалар. Сондықтан да ұрпағын тектеп өсірген қазақ халқы өзінің болашақ ізін жалғайтын балаларының тәрбиесіне үлкен мән берген. Отбасы құндылықтары, ұрпақ тәрбиесі туралы сендер тек қана осы шығарма барысында кездесіп отырған жоқсыңдар. 5-ші сыныпта біз Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала шығармасында өткен болатынбыз. Қазақ халқының кезеңдерінің барлығында да ұлы баланың тәрбиесіне, қыз баланың тәрбиесіне ерекше назар аударған. Қазақ қызы қонақ деп сыйлаған төркініндегі үйіндегі ғұмыры қысқа, сондықтан қызды төрге отырғызған. Ал ұл баланы болашақ шаңырақтың иесі деп оларға қатал қараған. Қаталдықта шыңдалсын, тәрбиеленсін деп ойлаған. Сондықтан да бүгінгі әңгімедегі қайтуға асыққан бұл бөлімін біз сендермен қазір талқылаймыз. Барлығымыз ортаға келе қалайық, балалар. Қазір шеңберінде бір-бірімізге қазақтың математиктері арқылы иегімізді білдірейік. Тұра қаламыз, иә. Шешесін көріп қызын ал, аяғын көріп басыныш. Аяғын көріп басыныш. Әке асқартау. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер. Ата-ананы құрметтеу парызы. Баланың бас ұстасы ата-анасы. Ұлдың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге. Жұмақтың кілті ананың табанының астында. Атаға құрмет, балаға міндет. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Ата тәрбиесі ұрпақ үлгісінде. Біз шаңырақтың келбетін жасадық балалар. Рахмет барлықтарыңа. Енді мына жерде сандар арқылы топқа бөлінейік. Бірінші сандалғанда бірінші топқа, екінші сандалғанда екінші топқа бөлінеді. Орындарға жайғаса қойыңдар. Жайсырымын, шынында байсырымын, қолдан шығып барады келер ұрпақ, қайсы бірін айтайын, қайсы бірін деп Қадыр ақын жырлаған екен. Олай болатын болса балалар, қазақ өмірінде, қазақ тарихында небір кезеңдерді бастан кешірдік, сендер оны тарихтан да білесіңдер, дүниетанудан да білесіңдер, барлық қазақ тілінен де айтылады, барлық пәндерден айтылады біздің ата-бабаларымыздың тарихы. Енді жазушы Төлен Әбдіковның бұл шығармасы кеңес дәуірінде жазылған шығарма. Бізден басты назарға бүгінгі сабақта осыны ұстансақ деп ойлаймыз. Ең бірінші шығармасы Райхан атты әңгімесі. Бұл 20 жасында жазған екен Төлен Әбдік. Төлен Әбдік не жазса да өте бояулы, сырлы, аз сөзбен кейіпкердің айтар ойын нақты жеткізе білетін шебер жазушы. Тіпті қазақ өмірінің барлық бай тарихын, ауыл өмірін жіпке тізгенде қылып, керемет нанымды суреттейді. Кейіпкердің әр аузынан шыққан сөз, әр аузынан шыққан монологтар, диалогтар Төленнің шебер жазушы екендігін білдіреді. Қандай шығармаларын білеміз Төленнің тағы да? Ақиқат. Ақиқат. Иә. Болашақ. Иә. Ақшоқы Парасат майданы шығармаларын біледі екенбіз. Сонымен қатар әр тілден шығармалар аударған екен. Шығарманың бір кездері психологиялық драматизмге құрылған 10 қол деген шығармасы болған. Ол керемет үлкен тартысқа толы шығарма. Мен сендерге міне шамалы уақыттан кейін мектепті тастап
бастап жазғы демалысқа шығасыңдар, сол кезде оқуды ұсынамын сендерге оң қолды. Өткен сабақта балалар біз ата, бала, немере деген тақырыптар бойынша ой қозғаған болатынбыз. Біз шығарманың желісімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Яғни барлықтарымыз өзіміздің бүгін оқығанымызды, ой қорытындымызды, тұжырымымызды айтып жеткізе білеміз деп ойлаймыз. Балалар, алдыңғы бөлімімізде қарттарымыз қамқорлықсыз қалмасын деген тақырыпта эссе жазуға берген болатынмын. Эссені ашып қойыңдар. Барлығымызда бар екен эссе. Жазу керекпін. Жақсы, екі топтан бір-бір эссенің топ басшыларын ұсынайық. Бірінші топтан бастайық. Үйге берілген тапсырманы оқысын. Қарттарымыз қамқорлықсыз қалмасын. Эссе. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жаға татыр демекші. Қонақтар шығармасы маған үлкен ой салды. Егер біз өмір сүрген қоғамда балалары, ата-аналарына перзенттік мейірім танытып, өз парызын өтесе, біздегі қарттар үйі болмас еді. Сүйіспеншілігімен махаббат беріп, отбасында ғана ұлттық құндылықтар салтанат құратын автор Ерғабыл қарттың баласын асыға күтуі арқылы береді. Шығарманың қонақтар аталуы да көп нәрсенің кілтін шешетін құрал болып отырғандай. Әңгімедегі қазақтың қаймағы бұзылмаған ауылы, адамдардың пейіл ықыласы шынайы суреттелген. Тіпті Ерғабыл қарт өлген соң қалай жөнелтетінін ойлаудың бір шоғында баласы керемет жөнелтіпті десе деген перзент абыройын ойлау жатыр. Автор шығармадан қандай қорытынды шығару керектігін оқырманға қалдырған сияқты. Қонақтардың қалаға қайтуы, Ерғабыл қарттың қысқы отын дайындап қиюы бұл өмір тіршілігінің белгісі. Менің ойымша Сапабек әйелі Томаны көндіріп, жеңізді ата-анасының алданышы, қолғанаты етеді. Томаның орысшалығы, баласын бергісі келмеуі адамгершілігінің жоқтығы деп қабылдамаймын. Жеңіс Ерғабыл қарттың немересі, сондықтан қара шаңыраққа ие болуы керек. Ие болады да. Әйтпесе қазақ отбасындағы ұлттық құндылықты кім сақтамақ? Жақсы, Сараның эссесі бізге егер отбасында барлығы кете берсе, ұлттық құндылықты кім сақтамақ, қазақтың қара шаңырағын кім ие болмақ деген ой тастап кетті. Екінші топтан топ басшысы кім оқиды? Эссе. Қарттарымыз қамқорлықсыз қалмасын. Ата-ананың бауыр еті баласы үшін көрмейтіні жоқ. Баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін деп тілейтін тек қазақ отбасындағы ата-ана сияқты. Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесінде қоғамдағы ұрпақ тәрбиесі сөз етіледі. Ата мен немере арасындағы қарым-қатынастар, қалада өскен жат бауыр немере мен тісбақай келіндер бүгінгі өмір өзгерісінде таныс дүние. Қоғамдағы әлеуметтік экономикалық дамудың қала өміріне өзгеріс әкеліп, ауыл мен қала өмірін алшақтатқаны жасырын емес. Аға қауым ауылды жайлап, жас буынның қалаға тартылуы да заңдылық сияқты. Бұл екіге жарылу қазақ қауымының әкеден балаға жалғасып болып келген үлгі өнегесі. Тәрбиесіне деген сызат түсірмей қойғанының оған дәлел Ерғабыл қарт пен оның жұбайының өмірі. Бар өмірін жалғыз ұлының адам болуы үшін сарп еткен қария, қартайғанда суға кеткен тал қармайтындығының күйін кешті. Сырт көзге ауыз толтырып айтарға Сапабек толымды образ. Жоғарғы білімді қоғамда ойып алар өз орны бар. Бірақ жүрегінде баққан-қаққан ата-анасына орын жоқ. Болашағы болды ата-анасына перзент ретінде алаңдамайды. Ал үшінші ұрпақ жеңістен үміт күткім келеді. Автор сомдаған жеңіс әкесінен алысқа кетпейтін сияқты. Бірақ мен жеңістен үміт күтем. Өлеусіреген үміттің оты сөнбесе екен деп тілеймін. Жақсы. Ерғабыл үміті алдамайды деп сенеміз. Бірінші топ, екінші топтың эссесін бағалап кетейікші. Беспірмай әдісімен, бастырмай әдісімен. Сіздер мына топтың
ескерсін бағалап кетіңіздер. Жақсы, рахмет. Шығармада қазақ көбінесе ер балаларға үлкен жүк артады. Құрық деп берсем құл болма, шілік деп берсем шіл болма, бәрінен де қарағым, баяны жоқ ұл болма дейді. Яғни өзінің артында қалатын ұрпағының баянды, ғұмырлы, парасатты, ақылды болғанын кез келген ата-ана аңсайды. Сол аңсаған армандары орындалса екен деген тілекпен біз сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді өткен сабақта біз шығарманың толық мазмұнымен танысқан болатынбыз. Екі топқа, бірінші топпен екінші топқа ширату сұрақтары, бірінші топ, екінші топтың қазір экраннан шығады. Ширату сұрақтарына бірден жауап береміз ғой деп ойлаймын, өйткені біз шығарманың мазмұнымен таныспыз. Бірінші топтың ширату сұрақтары Ерғабыл қарт баласының қолына баруға неге қарсы деп басталды. Жаңа өздерінің алдарына тағы да бір сағат бердім. Қай топтан бастаймыз? Қай топ дайын екен? Ойласа ойында сәл-пәл. Егер кімде-кім дайын болса, шапалақ соқсын. Бірінші топ бастай береміз, өйткені көп ойланатындай емес, бұл сұрақ қатты қиын болады деп ойламаймын. Егер сендер жазушы болсаңдар, шығарманы қалай атар едіңдер депті. Негізі Төлен Әбдіковтің шығармасы қалай аталыпты? Қонақтар деп аталыпты. Егер сендер жазушы болсаңдар, осы шығарманы жазсаңдар, шығарманы қалай атар едіңдер? Солай келістіңдер, иә? Не себепті алдан өнімдік деп атаймыз? Өйткені қарт өзіне баласы қалады деп ойлады, содан кейін олар алданып қалды. Баласы өз туған жақындарына алданып қалды. Кім толықтырады Нәрімнің ойын? Кім толықтырады? Қарияның үміті Сапабек демеді, жоқ әлде Жеңіс демеді? Кімді алып қалмақшы болды? Жеңіс демеді, Жеңісті алып қалмақшы болды. Бірақ оқиғаның соңында Жеңіс ата-анасы қалдырмайды болып шешті. Одан кейінгі сіздердегі сұрақ, жаңағы сөзді шығарманың қай бөлігінде кездестірдіңдер? Кітаппен жұмыс жасауға болады. Қай бөлігінде кездестірдік шаңырақ сөзді шығарманы? Бар ма шаңырақ сөзі кітапта? Қалай кезіккен екен? Қане, кім жауап береді сіздерден? Оқи ғой, кезіктірген жер таптың ба? Мирас. Әке жолын қуса, мына менің жолымда қусын, не болсын, мына шаңыраққа. Әке жолын қуса, мына менің жолымда болсын, не болсын да қу шаңыраққа дейді. Ол кімнің сөзі? Ерғабыл сөзі. Я тағы да кезіктірдіңдер ме? Бар ма тағы да шаңырақ сөзі? Күн күйіп шаңырақтан құлаған ақ сәуле жоғарғы туалыққа шығып кетті. Шалдар құбылаға қатар тұрып, есін намаздан оқыды. Біраздан соң ет келді. Ал бұл жерде шаңырақ оңы қандай маңыны берді? Бесі намаз оқылай деп жатыр екен? Шаңырақтың сөзінде. Шаңырақтан түскен көзөлесі уақытты білдіріп тұр әрине. Ал екінші топтың сұрағы Ерғабыл қарт баласының қолына баруға неге қарсы деген сұрақ екен. Бірінші, ал Елдар бастай ғой. Себебі Ерғабылға қара шаңыраққа қарап қалар адам керек. Себебі ол қара шаңырақ өзінің ата бабасынан қалған. Және де сол қара шаңырақты алып қалып түсіп, аман алып қалып оған өзінің баласы ауылда қалып сол шаңырақта тұрғанын қалады. Алайда оның баласы қалаға кетті. Енді оның бар үміті Жеңісте.
жеңіскелеп осы шаңыраққа ие болар деп ойлайды. Жақсы. Әңгімеде Ерғабыл Қасым тұрмыс тіршілігі қалай суреттелген? Ол жерде ол кемпіріне айтқан, мен шақшам қайда айтып, яғни ол үйінде барып өзінің ауылдағы тұрмыс тіршілігі суреттелген. Жақсы. Бар ма тағы да өзіңді оқи аласың ба шығармадан? Кемпір шақшамды көрдің бе дейді жұмсарып. Ей, шақшам қайда дейді, ақылы ояу жатқан кемпіріне. Ары қарай тағы да қосатындарың бар ма топ? Ерғабыл қарт өзінің тұрмыс тіршілігінде қыраны қиын ойып, егінді шауып өзінің өте ауыр жұмыстарды істеп ауылда қалады. Иә, бұл ауылдың тірлігін, жастар атқаратын тірліктің барлығында Өз мойнына алды. Яғни, төрткілік мал асырауда барлығында іс-әрекет Ерғабыл қарттың қазіргі жасында шаршағанын байқатады. Оны шығарманың әр желісінде кербиен іздеп барған тұстардан байқаймыз, иә? Уа жетпіс деп өзінің жасына налиды. Яғни, екі топта жақсы жауап берді, өз ойларын айтты деп ойлаймын. Әрі қарай, балалар, өткен сабақтан бері шығармадағы шаңырақ сөзіне біз басты назар аударып жатырмыз. Мына жерде шаңырақ сөзіне келесі тапсырма ойды ояту кестесі. Бірінші топқа және екінші топқа бердікті. Бірінші топта бейнесін, ұғымын, есін анықтау керек. Екінші топ шаңырақ сөзіне тілге, қарғыс және тура мағынасын анықтау керек. Әр уақыт береміз. Ойласыңдар. Жақсы, мұна топ, екінші топ дайын етек, ортаға кім шығады? Шаңырақтың бейнесі шеңбер тәріздес елтаңбада бейнеленген. Ұғымы отбасы жанұя, иесі ер бала. Жақсы, келісеміз бе? Екінші топ сендер келісесіңдер ме? Бірінші топ? Келісеміз бе? Отыра қойыңдар, рахмет. Екінші келе қойыңдар. Жаққа келесіңдер ме? Келе қойыңдар. Тілек, шаңырағың шаттығы берекелі болсын, шаңырағыңа нұр төгіліп тұрсын. Қарғыс, шаңырағың шайқалсын. Тура мағынасы үй, отбасы, бақыт, береке. Сәл осы жерде түзету енгізейін. Тура мағынасында ненің бөлшегі? Үйдің бөлшегі екен. Жақсы. Сіздерге де рахмет. Екінші топ, бірінші топты үш шапалақ әдіспен бағалап көрейік. Кәне? Үш шапалақ. Сіздер бағаларыңыздар үш шапалақ. Жақсы. Шаңырақ ұғымына қазақ үлкен мағына берген екен, тура мағынасында кеңейткен бөлшегі екен. Енді балалар, біз өткен сабақтан бері
Сапабек, Ерғабыл Қарт, Жеңіс арасындағы ұрпақтар сабақтастарын талқылап айтып келе жатырмыз ғой. Барлығымызда талдадық, Тома келінді де көрдік. Тома келіннің іс-әрекеті шығармада көп көрінбейді, бірақ соның өзінен жаңағы атасының жақтырмағаны, шұбарала көлге келіп, кеудесі ашық келіннің атасы оржығына қоймайды, өйткені қалада өскен Томаның іс-әрекеті ауылмен қабыспай жатады. Міне осы жағдайларға қарай отырып, енді негізгі тәрбие, бала тәрбиесі 5-тен басталады дейді. Сондықтан да талдау ұсынып отырып екі топқа. Бірінші топ спорт талдау. Сапабекті тәрбиелеген Ерғабыл қарияның өміріне үңіліп көрейік. Екінші топ Сапабектің қалаға асығу себебін анықтау үшін оның өміріне талдау жасап көрейік. Шығарманың оң бойындағы образдарды, шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне қарай отырып, талдауды дұрыс жасауға тырысыңдар. Бірнеше кемшіліктерді жазуға болады, бірнеше артықшылықтарды жазуға болады. жетістігі осы өмірге дейін кейбірімен өз күші арқылы түзілі қауіп-қатер өмірден озуы денсаулығының нашарлауы. Кемшілігі Сапабекке жақсы тәрбие бере алмаған мүмкіндігі кейбірін алып қаласының қолына баруы. Мүмкіндігі кейбірін алып қаласының қолына баруы. Келсеңіз бе? Жақсы, отыра ғой. Келе қойыңдар сендер. Қалада оқыған, жоғары білімі бар, сауатты, қауіп-қатер, қара шаңыраққа ие болып қалмауы мүмкін. Кемшілігі ата-анасына деген махаббаты жоқ, әке-шешесін баға алмайды. Мүмкіндігі жеңісті ауылға тастап кетуі, кейіннен оралып әке-шешесін бағуы. Мүмкін деп ойлайсың, иә? Жақсы, отыра ғой. Екі топты
өзінше сендердің ойларың енді тұжырымдары мен үшін өте жоғары. Әркімнің өз шыққандары биік көрінеді дейді. Сондықтан да барлықтарың ата-ананың өсіп отқан ұл қызысыңдар. Сендер ата-аналарыңды керемет бағалайтын, жақсы ұрпақ боласыңдар. Менің сенімім мол. Сондықтан сонда сенім артамын сендерге. Енді кері байланыс поп сәтісі. Бұл осы шығарма бойынша менің ойымша себебі дәлелдеймін, қорытындылаймын деген бөлімдерден тұрады. Әркімнің қолында парақ болса, болмаса мен телевизияда сендерге парақ бере аламын, бөліп әркім өзінің осы әдісті бойынша жазамыз. Немесе дәптерге орындасақ та болады еді. Дәптерге орындасақ та болады. Поп сәтісін
Менің ойымша Садырбектің істегені дұрыс болмады. Себебі қалалық жерге қызығып әке-шешесін қараусыз қалдырды. Дәлел, Садырбек ауылға келмейді, келсе де тез кеткісі келеді. Қорытынды, Ерғабыл қарт Садырбекті дұрыс тәрбие бере алмай, Садырбек өскен кезде қиыншылығын көрді. Менің ойымша жеңісті алыс қылса қазақша үйренер еді. Себебі бала ата әжесіне жылдам үйренеді. Дәлел деймін, тұңғыш балалардың көбі ата әжесінің бауырында өскен. Қорытынды, жеңіс ата әжесіне қарайды деп ойлаймын. Жақсы, отыра қойыңдар. Сендер жатықты оймен келсесіңдер ма? Келсесіңдер. Дайын болсаңыздар келіңдер ортаға. Бір оқыс шайын деп отыр ойын. Менің ойымша Сапарбек ауылға оралмайды. Себебі мамандығы бойынша қалада жұмыс істейді. Дәлелдеймін, оқиғаның соңында тура бұрынғыдай әке-шешесінің бетіне сүйіп қоштасып қалаға қайтадан кетеді. Қорытындылаймын, Ерғабыл қарт Сапарбекті шаңыраққа ие болатын ұл етіп тәрбиелегені. Жақсы, екі топтың да попс формуласындағы отыра ғой ерекшеліктер бар еді. Жаңағы сайып келгенде тәрбиеге иіп жатырсыздар. Әгер жастай берген тәрбие жақсылықты егендей дейді. Осы отырған сіздер де ертең ата-аналарыңызды асырайтын, ата-аналарға қарайтын қоғамның бір жақсы тәрбиелі ұрпағы болады деп сенеміз де әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, бүгінгі рефлексияда міне киіз үйдің шаңырағын көріп тұрсыңдар, мына тұстан киіз үйдің шаңырағын көтеру үшін ең азы 4 оқ керек. Ортада бақан мен шаңырақты көтерген кезде 4 жігіт тура ара қашықтығын сақтай отырып 4 оқпен бірінші шаңырақты бекітіп алады екен. Енді бүгін біз осыған орайластырып, сабақтан үйренген 4 нәрсе, талдауға қиын болған 2 мәселе және шешілмеген бір сұрақ. Сіздерге уақыт беріледі. Уақыт асықпаймыз. Мына жерде міне шаңырақты көріп отырмыз. Бастамызда стикерлер бар өздерінде. Кейіннен ойланыңдар, жеңіл-желпі қарай салмаймыз, өйткені біз сабақтан бүгінгі үйренген 4 нәрсеміз, талдауға қиын болған 2 мәселе, шешілмеген бір сұрақты анықтауымыз қажет. Стикерлер жетпек қой, Ойланамыз, асықпаймыз. Топпен ақылдасып да болады. Көмек керек болса, топтан көмек сұрауларға болады.
қалған топтар келе болады. Ертеңгі дегенде проблема болып тұр ма? Ертеңге көмектесіп беремін деп. Жақсы. Ата-ананы қадірлеп егіздік борышымыз дейді. Не қой? Шет-шетіне береді, шет-шетіне. Отыраға берасыз шет-шетіне. Шаңырақты шақатпай ұстау. Ұстау керек. Екінші нәрсе үйреніпті. Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Жақсы. Сендерде ылғи заңдық сөз мақал не кеткен екен? Қарттарымызды қараусыз қалдырмау керек. Жақсы. Осындай көп нәрсе үйреніпсіздер. Енді талдауға қиын болған екі мәселе. Томаның қазақы салт дәстүрден жұрдай болады. Томаның қазақы салт дәстүрден жұрдай болады. Жарайды. Келістейік. Шаңырақтың жан-жағына жабыстыруға болады, иә? Сапабектің қазақша білмейтін әйелдер ұлы мақтан етуі. Сапабекті қазақша білмейтін әйелі мен ұлы мақтан етуі. Жақсы. Ал шешілмеген бір сұраққа. Қара шаңыраққа ие болатын кім екен? Қара шаңыраққа ие болатын кім екен? Жақсы. Екінші топ. Келе қойыңдар. Енді кішкене орын берші. Шешілмеген көп сұраққа жазушының көркем шығарманың авторы екенін білдім. Сабақтан үйренгенім бір нәрсе. Иә. Екіншісін жылдамдатамыз кәне? Шығарманың неліктен қонақтар атылатынын талдады. Жақсы. Ата-анамызда ардақтайық, сапабектей болмайық. Шаңырақты жағалатсақ болады. Ана тілінде сөйлеу басты қыңқыл екеніне көзіміз жетті. Ары қарай есімді өткізіп жүре қой. Көтерілмеген екі мәселе жеңістің болашағы. Талдауға қиын болған мәселенің біреуі жеңістің болашағы дейді. Екінші мәселе Қарттардың қараусыз қалуы. қарттардың қараусыз қалуы бір мәселе. Ал шешілмеген бір сұрақ. Сапабек әке-шешесінің ауылға ауылға келе ме екен? Иә, Сапабек әке-шешесінің ауылға ауылға келе ме екен дейді. Мысалы, бүгінгі сабақта барлықтарың келелі түйіннің шешуін табуға тырыстыңдар. Өз беттеріңше барлығына қатыстыңдар. Қазақ отбасындағы тәрбиенің куәсі болдыңдар. Шығарманы неліктен қонақтар аталғанын түсіндіңдер. Яғни ұрпақ тәрбиесі қазақ отбасындағы басты құндылық екенін білдіңдер. Енді үй тапсырмасынан мен мынандай тапсырма беріп отырмын. Сөйлемді аяқтаңдар. Егер мен Сапабек болсам деп алдым. Осы тапсырманы аяқтай отырып, өздерінің басты құнды пікірлерінде жаңағы шешілмеген бір сұраққа мүмкін шешім іздерсіңдер, іздеп көрерсіңдер Сапабек болып. Сендердің шешімді табатындарыңа зор сенім білдіремін. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Егеменді еліміздің тәуелсіз Қазақстанның туын көкке ұстар керемет ұрпағы боларларына мен сенімім болды.